Сәлем достар, бұл менің YouTube каналымдағы алғашқы видеом, сондықтан сіздердің мені қолдауларыңызды өтінемін, және бүгінгі біздің алғашқы видеомыздың тақырыбы мен күнделікті қалай боянамын. Яғни универге немесе мектепке қалай боянып баруға болады. Ендеше кеттік. Ең бірінші бетімізді бояуға толықтай дерлік дайындап алу үшін бет терісіне арналған крем не болмаса базаны қолдану арқылы массаждық қимылдар жасаймыз. Оны бетімізге толықтай сіңдіріп, бар болғаны 5 минут күтеміз. Өз теріңіздің типіне сай келетін база немесе кремді таңдауды ұмытпаңыздар. Келесі бізге керек заттар Zoeva қылқаламы және де Super Plus BB атты кореялық тональды кремі. Біз бұл тональды кремді барлық бетімізге жағу арқылы массаждық қимылдармен сіңдіріп шығамыз. Және де бұл Super Plus BB кореялық тональды кремінің ең бір жақсы жері, ол өте жеңіл, күнделікті қолданысқа арналған. Бетіңізде бар жоғы мүлдем білінбейді. Құрамында SPF болғандықтан, ол сіздің теріңізді күнделікті сыртқы қабаттардан, сыртқы шаң тозаңнан және де күннен қорғап тұрады. Және тональды кремді сонымен қатар мойынға да жағуды ұмытпаған абзал. Сол кезде бетіңіз бен мойныңыз толық бір түсте болып, әдемірек көрінеді. Макияжымызды одан әрі толықтырамыз. Ол үшін бізге Zoeva қылқаламы арқылы пудраны жеңіл соғу әдісімен бетімізге толықтай дерлік жағып шығамыз. Өз түсіңізге сай пудраны таңдау, ол бірден бір маңызды дүние болып табылады. Әр адамның түр келбетіндегі ең маңыздысы ол қас болып табылады. Қасыңызды сіз өзіңіз әдемілеп бояу арқылы, сіз өзіңіздің әдемілігіңізді көрсете аласыз. Ең бірінші Zoeva қылқаламын теңге жағып, қастың ұш жақ соңғы бөлігінен бастап қанығырақ бояймыз. Және кисточкадағы соңында қалған таусылған бөлігін алдыңғы жаққа қарай жағамыз. Сол кезде қас табиғи әрі шынайы көрінеді. Табиғи демекші, сіз өзіңіздің қасыңызды шынайы көрсеткіңіз келсе, өзіңіздегі бар қастың пішіні арқылы бояуға кеңес берер едім. Себебі сол кезде қас неғұрлым әдемі көрінеді. Қасты трендке сай емес, бар болғаны өзіңіздегі бар дүниені әдемірек және қанығырақ көрсету үшін ғана бояуға кеңес берер едім. Оның пішіні немесе қосып алып, немесе үлкейтудің мүлдем керегі жоқ. Беттегі макияждың неғұрлым таза болғаны жақсы. Сол үшін қылқалам арқылы тональды кремге жағып, оны қастың астыңғы бөлігіндегі артық дүниелерді немесе теңнен түскен қалдықтарды алып тастау үшін осы тәсілді қолдансаңыздар болады. Видеода көрсетілгенде қылқаламды қасымыздың астыңғы бөлігінен бастап түзу әрі нақты сызамыз. Астыңғы бөлігін біткеннен кейін үстіңгі бөлікке кірісе берсеңіз болады. Қасымыз енді толықтай дайын. Келесі кезек ол көздерімізде. Көзде қас секілді бет пішінінің маңызды дүниесі болып табылады. Көзіміздегі кірпіктерді әдемі, ұзын және де қалың етіп көрсету үшін біз тушты пайдалансақ болады. Жаққан кезде ең бір мән беретін дүние ол тушты зигзаг етіп жағу арқылы қалың көрсете аламыз. Бұл бір лайфхак деп есептеңіздер. Туштан түскен қалдықтарды немесе қара дақтарды қылқалам арқылы көзімізден сүртіп алып тастауға болады. Сол кезде макияж таза болады. Ары қарай көздің алма қабықшасын қара түсті дейін арқылы қылқаламмен бірге сызамын. Барлығы дайын, енді ернімізге кірісе берсек болады. Өзіңізге ұнаған ерін далабын алып жағамыз. Ерінге далапты жаққан кезде ұмытпайтын дүние ол еріннің барлық бөліктеріне түгелдей дерлік жағылуы тиіс. Бірден бір бөлігі қалып кетпеуі керек. Егер ерін далабын ұнатпайтын болсаңыз, оның орнына бальзамды алмастыруға болады. Одан соң номері 05 ерінге арналған қарындашпен еріннің сызықтарын астынан бастап
үстіңгі жаққа өтіп сызып бастаймыз. Және де бұл қарындаш арқылы біз еріннің орта бөлігін X деп, оны ары қарай өңдеп жағамыз. Бұл да бір лайфхак деп есептеңіздер. Макияжымыз дайын деп толықтай жалғыз-ақ биле тарай берсін сенен арай нұрланып, жүрек соны қалап тұрса жүрек соны қалап тұрса Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып, астына комментарий қалдырыңыздар, және де менің Instagram парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мен сол Instagram парақшамда бұдан былай жаңа видеоның шығу уақытысын хабарлайтын боламын. Сіздер болып, біздер болып, қазақ тілі контенттің жоғары деңгейде болуын бәріміз бірге атсалысайық. Сіздермен бірге болған мен Айс Ая.